Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бәріңізге де мына енді компания өте жақсы ем әкеліп отыр деп ойлаймын. Мен өзім бұл компанияда декабрь айынан бастап жұмыс істеп жатырмын. Бұны өзіме де пайдаланып жатырмын. Ең бірінші пайдаланғанда маған көзіме жаққанда бір жарты сағатта көзім ашылды. Бірақ енді одан кейін кәдімгідей 100% демеймін, қазір 70% ем жүріп жатыр. Көзімді тұман басқан екен, сол тұман кетіп, астынан катарактым шықты. Енді қазір ол азайып келе жатыр катарактым. Ол бір жаңағы результат. Енді одан кейін осы жақында ғана мен өзім Шымкенттемін. Қайтам деп отырған күні таңертең балам үйіндемін. Келе жатқанда бір мұзға құладым да, мына оң аяғым арқама қарай қайырылып, аяғымды қайырып алдым. Не істеймін, мен жаңа орысша айтқанда адский боль дейді ғой, сондай болды. Мына аяғым қарасам, тобығымнан бастап айналдыра қозғай алмаймын. Содан енді мына кремді естуім бар, бірақ өзім алмағам. Қыздарға жан жаққа шықсам, біреуінде бір крем бар екен, соны алдырдым. Бір жағынан өзім эффектісін көруім керек қой, халыққа танысыма айту үшін. Соны алдым да жақтым. Енді аяғым анау қозғау мүмкін емес, ауырған сондай. Кіттай қозғалып кетсе, бір тоқтартқандай болады да. Соны аяғыма жақтым кремді. Сөйтіп, енді шынымды айтсам, қозғалмай жатырым ғой. Тартып, оны салапамен орап, нәски киіп алғам. Бір 2-3 сағаттан кейін аяғымдағы нәскиімді шештім. Сөйтіп қарасам, аяғымның бағанағы ауырған басылып қапты. Қозғалмай қалған немде басылып қалған. Кішкене қозғалса тоғырғандай болып ауыратын.